Құрбандыққа шалынған малдың етін үшке бөлу мұстахап. Үшке бөлсеңіз сауап, бөлмесеңіз күнә емес. Ең бірінші бөлігін өз отбасыңызға, екінші бөлігін ағайын туыс, жолдас жораларыңызға, үшінші бөлігін кем бағалы жағдайы төмен отбасыларға бөлу мұстахап амал. Құрбан шалу кімге уәжіп, яғни кімге міндет? Ең бірінші мұсылман болу керек, екінші тұрғын болу керек, яғни сапарда жүрген жолаушыларға құрбан шалу міндет емес. Үшінші, балиғат жасына толған ақыл есі дұрыс болу керек. Төртінші, зекет бере алатындай бай қуатты болу керек. Жағдайы келмейтін адамдарға құрбан шалу міндет емес. Яғни қарызға батып, қарызға алып, құрбандық шалы деп шариғат бізге міндеттемейді.